скрывать нечего, ол по-любому төленетін нәрсе. Дубайдағы автокөлік базары өшті. Келісесің ба? Келсем. Қазақстанға көліктер кейде кешігіп келеді. Оның себебі неде? Қазақстанда жүріп те адамдар проблемаға ілініп жатқандар бар, ал біз шетелде заказ деген үйіліп төгіліп жатыр ғой енді. Машина Қазақстанда шығарылмағанша 16 миллион теңге қылып сізге 2 есе қылып санап береді, бірақ мен жаза берсін, не істейді ол? Сен Дубайда айына қанша табасың көліктерді сатып жүріп? Енді бірақ Дубайға келген қыздардың ортасында лақтыратын адам лақтырам деп айта ма? Баршаңызға тағы да қайырлы кеш, құрметті достар. Сіздермен бірге Шолуда KZ YouTube каналы. Және де біз тағы да Дубайға келдік. Осы Дубайдағы өзекті тақырып. Дубайдан автокөлік. Бір жыл бұрын соңғы рет біз Бағжанмен сөйлестік. Бағжан көп сұрақтарға жауап берді. Және де қазір мен қасымда отырған Медет бауырым. Автошолу Instagram парақшасы. Біраз адам таниды оны. Сәлем достар, амансыздар ма? Жалпы осы бір жылдың ішінде Дубайдан көлік алып келетіндей, жалпы не өзгерді? Қандай жаңалықтар бар? Әлі де бұл актуалды тақырып па? Әлі де үнемді нәрсе ме? Тәке қазір заманның өзгеруіне байланысты бір жыл уақыт өтті, бірақ қазір уже халықтың көзі ашылып жатыр. Қазақ номермен қалай санау керек, растаможканы қалай санау керек, эконом бола ма, болмай ма, оның бәрін уже халық біле бастады. Мен де өзім уже халыққа шыға бастағаннан кейін, просмотр жина бастағаннан кейін, уже халықтың түсінігі мол бола бастады, уже түсіне бастады. Қандай көлікті алуға болады, қандай көлікті алмауға болады. Оның алдында мен болмағанда санап жүрген жігіттер болды, бірақ полный процессті, Дубайдың процесін түсіндірмеді. Қалай жетеді машина, қанша растаможка төленеді. Даже до мелочей мен 16 мың теңге услуга соңға дейін санап берем. Чтобы халық деген ертең 16 мың теңгесіне де қиналып қалмасыншы деп. Чтобы халық түсінсін, қанша теңгеге реально машина алып жатқанын. Прозрачно болсын да. Любой бизнес жасайсың ба, реально сен бетін ашық болатын болса, міне 16 мың теңге төлейсің десең, скрывать нечего, ол по-любому төленетін нәрсе. Сен ол, мен базар жоқ, ол сатып жіберу мүмкінмін. 16 мың теңге төлемейсің, анау арзан болып шығу мүмкін, бірақ ертең халық қиналып мен артыма сөз тиетін болса, маған осылай айтты, бірақ ертең осылай шықты десе, маған да ол дұрыс болмайды да. Сол үшін мен қазақ номермен санап беруге тырысам, халыққа айтам, қандай көлік алғыларыңыз келсе де, бірінші санап алыңыздар деп. Содан кейін уже алса болады. Екіншіден уже машинаны, жақсы машинаны таңдап беруге тырысамыз Дубайда жүргеннен кейін. Демек, сенің айырмашылығың сол, сен өз парақшанда толықтай нақты көлікті Қазақстанға дейін қанша ақшамен келетін санап бересің. Жалпы сенің парақшанда қанша оқырман бар? Инстаграмда қазір 45 мыңға жуық жақындап қалды, TikTokта 30 мың оқырмандай. Енді YouTube'ты дамытуға тырысып жатырмын. Болашақта енді Құдай қаласа көреміз тағы да енді. Ол демек сұраныс көп болып тұр, сторисіңді қанша адам қарайды? Сторисімді бір 10 мың шақты адам қарайды. 10 мың адам қарай ма? Дубайдағы автокөлік базары өшті. Келісесің ба? Келсем. Қазір аукцион шыға бастағаннан кейін, трендке айнала бастағаннан кейін, прямой аукционнан уже судың бұлағынан ала бастады халық. Повреждениясы бар. Повреждениясын біз осы жақта өзіміз жасатамыз. Услугамыз 250 мың теңге. Услуганың ішіне жаңағы машина таңдап беру, Қазақстанға сопровождение жасап беру, оны мен ответственностьім болады ол. Машинаны транспортный логистика ответственность маған бергенмен, мен клиенттің алдында мен жауапкершілік тартам, ол машинасын аяғына дейін жеткізіп беру, менің компаниям жауапкершілігі болады. Тек қана мен жұмыс істемеймін, біздің командада енді қанша адам бар негіз? 7 шақты адам бар. WhatsApp менеджер бар, мобилограф бар. Жаңағындай өзінің полный отчет, финансовый контроль жасап отыратын біздің тағы менеджеріміз бар. Тағы да гаражда жүретін жігіттеріміз бар. Сонымен қоса, менімен қоса 7 жігіт бар бізде. Көбінесе енді машиналарды жіберген кезде, клиенттермен жұмыс істеген кезде қандай проблемалар, қандай сұрақтар туындайды? Жалпы енді айтсақ өтірік емес, көп негативный комментарияларды жазады адамдар. Бір проблемасы действительно болып, кейбіреулер жазады. Біреулер мысалға Дубайдан машина алмаса да, әйтеуір бір дұрыс емес нәрселерді жазады. Бір ит біліп үйрет, бір ит білмей үйрет деген сияқты. Ол алдайды, арбайды деген сияқты. Нақтысына келгенде, шынына келгенде қандай проблемалар бар? Проблемалар енді бизнес болғаннан кейін болып тұрады. Осы жақта одан қаша алмайсың.
Қазақстанда жүріп те адамдар проблемаға ілініп жатқандар бар. Ал біз шетелде араб әмірлігінде арабтармен жұмыс істей жүре біз енді мына жерде ағамыз жәрдемдеп тұрған жоқ, біз үшін сөйлеп тұрған жоқ. Біз өзіміз сол проблемаларды максимально шешіп беруге тырысамыз. Соған әрекет жасаймыз. Ал жаңағындай енді айтып жатады, сіз айтып жатқандай комментариялар, негативті комментариялар жазады деп. Олар жаза берсін, олар оттай береді, жаза береді. Енді кімге алаяқ болмай жатыр, ол алаяқ деген жаза береді комментария. Ол деген менің алаяқ деген сөз емес, ол может басқа біреу алдаған шығар оны. Қазақстанға көліктер кейде кешігіп келеді. Оның себебі неде? Оның себебі дұрыс логистика таңдауда. Екіншіден жаңағындай ол Иран арқылы, басқа ел арқылы өткеннен кейін сол елдің ситуациясына байланысты болады. Соғыс болып жатады. Енді басты задержкалар болып жатқан. Мен Дубайдан көлік жіберем, логистикамен келісеміз. Ал дальше уже логистиканың қолында болады. Оның жаңағындай біз Иран арқылы жолдыға машина кеткеннен кейін біз оған әсер ете алмаймыз. Мен жеке өзім әсер ете алмаймын. Логистикамен жібергеннен кейін ол жақта Иранда соғыс болып жатады. Олар жауапты, иә, машинаның жетуіне олар жауапты болады. Олар жауапты. Клиенттің алдында мен жауапты боламын. Логистика маған жауапты болады. Енді осы аукционда кешке барып көрдік. Мыңдаған машиналар бар. Аукциондар өте көп. Осы аукционда сатылып жатқан машиналардың бәрі Америкадан келген машиналар. Адам неге Дубайдан заказ беру керек? Неге Америкадан заказ бермесе болмайды? Біріншіден, аукционда тек қана Америкадан емес, Кореядан да келетін көліктер бар. Кореядан да келеді аукционда. Екіншіден, машинаның процесі аукционнан алғаннан кейін көзімен көріп алады адам. Біз оған тексеріп береміз. Машинаны оталдырғанда біз қасына барып мотордың дыбысын естиміз. Машинаның коробкасы теуіп тұрма, теуіп тұрған жоқ, оның бәрін көретін боламыз. Ұсақ тек қай жағынан повреждение болғандарын бәрін көреміз. Соның бәрін көре тұра біз клиентке нақты көрсетеміз. Сонысымен плюс болады. Ал Америкада бәрі онлайн ойнайды. Онлайн сіз қандай машина алып жатқаныңызды, асты не болып жатқан, шіріп жатыр ма, шіріп жатқан жоқ па екенін көре алмайсыз. Сондықтан Дубайдан заказ беруге плюсы сол жағынан бар. Екіншіден, уақыт үнемділік жағынан Америкадан задержка өте көп болып келіп жатады. Негізінде айтылады 3-4 ай деп, бірақ оның ұзақтылығы да көп байқап жатамыз. Бізге 1 жыл машинамды аламай жатырмын деген клиенттер болып жатады. Ал Дубайдан енді мен ешкімге топырақ шашпаймын, бір Американы жамандап жатқан жоқпын. Америкамен мен өзімде болашақта ниетімде бар, оны системасын түзеп Америкадан көлік тасымалдауға. Ал болашақта енді Корея, Америка дегенді де қосуға ниеттіміз ғой енді. Жалпы айына қанша машина сатасыздар? Айына енді әртүрлі, бірақ бізде стабильный планка болады. Жаңа ораза айы болсын, праздничный күндері болсын. Бізде мертвый сезон болған өзінде менеджерларға арнайы планка қойылады. Осынша көлікті сату керек болады. Осыншама көлікті. И соған қарасты уже жұмыс істеу керек болады. Ол бізде мына жерде машина сатпай қойып пауза жасап қалу деген нәрсе болмайды, потому что айына бүкіл расход келіп жатады, жігіттердің кредиті бар, зарплатасы бар, расход бар, квартира бар, машина бар, оның бәрін төлем жасалып тұру керек. Если жоқ дегенде бір біз айына 10 машина сатпасақ, ол расходтан біз шығып кетуіміз өте қиын болады. Сол үшін біз жоқ дегенде айына біз планка жасап отырамыз. 15 машина кемінде сатып отырамыз. Ал енді сезон кезінде бір 30 машина, 35 машина сатқан кездеріміз болған. 7 адам дейсің. Сонда 7 адамды айлығын беру керек. Тамағы бар, жататын жерлері бар. Жалпы айына қанша ақша кетеді сонда? Енді ең минимальный трата, ең базовый расход дейді ғой. 2,5 миллион жобасында кетеді. Ол $5,000 шамасында кетеді. $5,000 базовый расход. 7 адамға? 7 адамға. Енді ол дегеніміз әр адамға фиксация жасалып, зарплата берілмей, основной енді кредиттарын жауып отыру деген мақсатта болмаса, а дальше уже продажаға байланысты өзінің интерестері болады әр жігітте. Былтыр Бағжаннан сұраған кезде ол айтатын камрилар жақсы өтеді деп. 50-калар, 55-калар. Қазір қандай машиналар сұранысқа ие болып жатыр? Қазір Камринің уже заманы да кетіп жатыр. 50, 55, қазір оны алу уже не стоит. Дубай болсын, Грузия болсын, басқа елден.
оны алсаңыз болашақта сату мақсатында емес, оны жақсы бір состояниемен Дубайдан басқа елден әкелем десеңіз оны болады да. Ал если алып сатам, болашақта может сатып жіберем деген мақсат болатын болса, лучше қазір ең жақсы өтіп жатқан семиместный Соренто, Сиена, ең қазір хит тренд болып жатқан Хайландер жақсы өтіп жатыр 2018-2019. Олар енді әр жылда бір өзінің тренді болады, өзінің жақсы өтетін машиналары болады. Ал Toyota Camry 70-тіктерді оны лучше Қазақстаннан алған дұрыс қазіргі таңда. Потому что колесаны ашасыз, Toyota Camry 70-тік деп ашасыз, 2000 объявление тұрады, оның ортасында наличкамен шертіп жүріп таңдап алуға болады Қазақстаннан. Камрилар Қазақстанда жеткілікті сияқты болды. Уже перенасыщенный рынок болып кетті. Ол уже 70-пен, 50-мен, 55-пен пайда тауып, алып сатам деген ол уже өтірік әңгіме болады. Қазір Қытайлар өткенде де айттым, тек қана Қазақстанға емес, бүкіл әлемге машиналарын жақсы сатып жатыр. Солардың әсерін сезіп жатсыңдар ма сендер қазір Дубайдан? Сұраныс кішірейді ме өткен жылдарға қарағанда? Енді Қытай деп біз оны Қытайға жауа салмаймыз. Біріншіден енді продажаның бәрі өзіне байланысты болады. Сенің Инстаграмына, ТикТогына, сенде қаншама мықты аудитория болса, сен Қытай болсын, басқа рыноктар болсын, сен өзінің рыногындағы автокөліктерді без проблем сатасың. Ал жаңағындай Қытай деп ол продажа жасай алмай жүрген может жігіттер айтады, или сыртта вообще машинаға қатысы жоқ жігіттер айтады. А так, Құдайға шүкір, енді Дубайдан бізде заказ деген үйіліп төгіліп жатыр ғой енді. Жалпы айтарым, қазір Қазақстанда Қытайдың машиналары өте көп. 4%-бен беріліп жатыр. Енді Дубайдан мысалға ұрылған 14 миллионға ұрылған машина алып келе аласың да, Қазақстанда 14 миллион теңгеге Қытайдың машинасын алуға болады. Мен айтам көпнесе, қайбір жетіскен қазақ наличкаға Қытай алады. Қытай алатын болса, реально болашақта бизнесі бар адамдар алуы мүмкін наличкаға. Бірақ оны біле алады да, ол что ертең 14 миллион қалған машинасын 11 миллион қалады дегендей ғой. Отылып, если ертең болашақта сол 3 миллионым ничего страшного дейтін болса, вот наличкаға алуға болады. А так, если мысалы Сорентоны 12 миллионға Қазақстанға әкелсеңіз, Америкадағы осы Дубайдағы аукционнан алған машинаңызды, сіз ертең 12 миллион тұрмақ 14 миллионға сатып жібере аласыз без проблем. Ал новый көлікті сіз алғанмен сразу бағасы моменттан түседі ғой. Сол жағынан пайдалы дейсің ғой. Сол жағынан пайдалы. Самая лучшая машина это новая машина дейді ғой. Новый машина алған енді әр қазаққа бұйырсын ондай машина. Новый машина. Мен де өзім новый машина алғым келеді. Бәрі новый машина алғысы келеді. Бірақ ол новый машина алған вопрос денег қой. Бір жағынан сен кредитін төлейсің, иә? Кредитін төлеп боласың, одан кейін сенің машинаңның бағасы түсіп кетеді. Мен бір момент айтқам, бір видеода кредит жайлы айтқам, сіздер жаңағы Монза Қытай алып жатасыздар, енді Қытайды жамандағаным емес, Қытай көлігін жамандағаным емес, бірақ кредитке алғанмен сіздер сол 8 миллион қаласыздар, 16 миллион теңге қылып сізге 2 есе қылып санап береді, бірақ мен сол дәл сондай 8 миллиондық Toyota 50-ка дегендерді санап бергем. Америкада 2 миллион теңге тұратын көлікті сіздер Қазақстанда кредитқа алатын болсаңыздар 18 миллион төлейсіздер. Америкада 2 миллион теңге тұратын көлік, Қазақстанда 18 миллион теңге. Вот вопрос. Кредит деген нәрсе. 2 миллион теңге келеді, ол пока келіп қазақ номерге қойылам дегенше 8 миллион болады. Кредитке алам дегенше ол 16 миллион теңге, 18 миллион теңге болады. Вот сол 2 миллион теңгелік машинаны енді 18 миллионға мініп жүргенге рахат сезініп жүреді. Бірақ маған кейбір кезде обидно болады сол нәрсе. Қазіргі енді растаможка дейміз, 25 жылда өзгерістер бар ма? 25 жылы ставкалар қалай болып жатыр? Ставка утилизбор енді первичка өзгерді, көтерілді. Растаможка тоже курс доллар көтеріліп жатыр, ол да кішкене көтерілді. МРП көтерілді ғой. МРП көтерілгеннен кейін. Ал в целом енді машинаның бағасы дирхаммен болғандықтан курс доллар енді курс дирхамда кішкене көтеріліп, қазір енді түсіп жатыр, бағасы да қайтадан түсіп жатыр. Қалпына келіп жатыр өз бағасы. Сен өзім көрдім, Инстаграмға күн сайын жаңа рилс, жаңа видео, сторис салып жатасың. Көрермендеріңді айттың, жаңа өте көп адам қарайды сен. Енді әрине де бәріне жағу мүмкін емес. Хейтерлерің бар ма жалпы? Хейтерлер всегда болады, ол енді Инстаграм болсын, ТикТокта болсын, интернетте енді үйде отырып жаза беру ол оңай ғой. Сен Дубайда тегелеп, жұмыс істеп жүрсің да, астына деген, мына жігіттер деген мынандай деп жазып жүрсе, ол
обидно, бірақ маған ол тимейді, ол шын айтқанда, потому что мен баяғыдан бері инстаграмдамын, ол сфераны мен білем, бүкіл енді рекламный агентствода болған, оның енді инстаграм саласынан да өткенмін да. Сосын хейтердің сөзі маған жүрегіме қатты тие бермейді, шын айтқанда. Наоборот қуанам, наоборот статистикамды көтергеніне, наоборот просмотр көтерілгеніме мен рахаттанып отырам, наоборот өзім бір кайф алып отырам оған. Жаза берсін, не істейді ол? Енді жазғаннан ол мен кем болып қалмаймын, аяғым түсіп қалмайды. Хейтерларға не дейсің? Аман болыңыздар, сен бас. Бүкіл расходтарды алып тастаған кезде сен Дубайда айына қанша табасың көліктерді сатып жүріп? Мен енді бір миллионермін, миллиардермін деп өзім жеке айта алмаймын. Өзімді олайда көрсетпеймін халыққа. Мен осындай пачкамен ақша тауып жатырмын деп. Бірақ Құдайға шүкір, өзімізге, өзіміздің командамызға енді жүріп тұруымызға жетеді. Ешқандай енді қанағатымыз жоқ емес. Әйтеуір жетеді ғой, ең бас. Ол ақшаны Қазақстанда жүріп табуға бола ма? Енді сендер Дубайдан машина сатып жатсыңдар. Бізде Қазақстанның ішінде машиналарды алып сатып жүргендер бар. Петропавлдан алады, Шымкентке сатып жібереді деген сияқты. Қазақстанда ол ақшаны табуға болады. Әр қазақтың жігіті ондай ақша тауып алады. Мен де оны тауып аламын Қазақстанда. Бірақ маған осы шетелде жүрген движение, мен пока бойдақпын. Мен үйімде әйелім күтіп тұрған жоқ. Мен осы движениені жас кезімде жасамасам, мен қазір 30-ға барып, 35-ке барып, мен әйелім үйде отырып, бала-шағамен отырған кезде, оны шетелге барып рисковать етіп, жаңағындай мама-папасыз, братсыз машина сату ол қиын болып қалады. Ол қазір брокерлардың бір 35-40 жасқа келіп, мына жерге Дубайға келіп машина сатамын дегендер, скорее всего, рисковать ете алмайды семьясымен. Дубайға жаңа 7 адам деп жатыр. Шетелге ешкім бір тауық бағу үшін келген жоқ, мына жерде бір 200 мың теңге, 100 мың теңге тауып үшін, көтерілу үшін, өзінің семьясының жағдайын жасау үшін бәрі сол шетелде терлеп тепшіп, ата-анасының қасынан кетіп, жұмыс істеп жүр. Сен жаз 27-ге келдің, енді қашан үйленесің? Дубайда қызың бар ма? Жалпы бұл жерде қазақтар көп шығар, қазақтың қыздар. Енді шетелде жүргеннен кейін шетелде енді қазақтың жақсы қыздары да бар ғой, бірақ Дубайға келген қыздардың ортасында арасында что было Дубай остается в Дубае деген әңгіме бар. Дубайда дені дұрыс қыз табу өте қиын. Если таба алатын болсам, мен жүретін жерде ол қыздар жүрмейді ғой. Сондай болады ғой. Клиенттеріңді лақтырасың ба? Лақтырам десем, мен лақтыратын адам лақтырам деп айтама. Осы уақытқа дейін мен біреудің ала жібін аттап, біреудің ақшасын алып жоқ болып кетіп, инстаграмды өшіріп тастау, ол не в моей совести дейді ғой. Менің тірлігім емес ол. Может, көп жігіттерді естимін мен енді. Мына жігіт мен 2 жыл таппай жүрмін осыны, мынаны 3 жыл таппай жүрмін деп. Ақшалардың алып алған, оны вообще уже не табайын десе, не Дубайда жоқ, не Қазақстанда жоқ, қаяқтан табады ол. Ал біз Құдайға шүкір енді халықтың алдында жүргеннен кейін біз одноразовый компания емес, біз бір-ақ күн жұмыс істеп ертеңгісі жоқ болып кететін. Лучше бізге 20 машина айына смело сатып отырған бізге ең тиімді вариант сол болады. Біз осы уақытқа дейін жұмыс істеп келгенбіз, жұмыс істеп келе жатырық и болашақта жұмыс істейміз. Сендер күнде жұмыста жүресіңдер, күнде аукционға барасыңдар. Қалай демаласыңдар Дубайда? Біз Дубайда күнделікті енді бір жаққа шығып демалуға енді уақыт болмай жатады. Анда-санда енді өзімізге уақыт береміз. Бір жаққа Дубайға серуендеп қайтуға, бір жаққа отырып қайтуға, демалып қайтуға, осындай моряға шомылып қайтуға, набережкада отырып коламызды ішіп отырсақ та, ол да бір жанның рахат емес па ол. А так біз осылай күнделікті демалатын болсақ, жұмыс деген қалады ғой. Күнделікті, потому что WhatsApp чаттарға біз видео саламыз. Ол үшін күнделікті жұмыс тоқтамай тұру керек, күнделікті реклама жасап тұру керек. Ал бір күн тоқтайтын болсақ, ол уже біздің целом жұмыс істеп жүрген результатымыз құрдымға кетеді. Сол үшін біз жұмысты никогда тоқтатпаймыз. Тоқтататын болған өзінде запас адамдар қалады біздің жұмыста. Қазақстан үшін Дубайдың автокөлік, енді аукцион, базар жалпы қашан өшеді деп ойлайсың? Бізде пока билік өзгеріп, машина Қазақстанда шығарылмағанша, Қазақстанда құрастырылады көлік, бірақ шығарылмайды. Рынок никогда өлмейді. Если жаңағындай біздің кислород жауамыз десе, ол бір моментте, бірақ ол халықтың кислородын жауамайды. Перекупщиктардың кислородын жауатын шығар, ол жапты да,
бірақ заң шықты, ол бізге қатысты нәрсе емес. Ол салондар жаңа 10 көлік алып келіп өз атына тіркеп халыққа үстіне 1-2 миллион теңгесін қосып сататындарға вот кислород жапты. Ал біз жеке сіз сияқты қарапайым кісілерге көлік жібереміз, бізге ол нәрсе вообще тиген жоқ. Так что уайымдамай заказ беруге болады. Любой көлікті 23 болсын, 24 жылғы болсын, хоть 2010 жылғы болсын. Құрметті ағайындар, Дубайдан автокөлік әкелу Совет үкіметі кезінен бастап келе жатыр. Ол әлі де актуалды тақырып. Әлі де көп машиналар жіберіліп жатыр. Бізге Қытайлар кіргеніне қарамастан, бізге Корея, Қытай, Монғолия елдерінен машиналар келеді. Араб әмірліктерінен, прямой Америкадан да келіп жатады. BMW, Mercedes, одан кейін Ram, Ford деген үлкен машиналар, күшті машиналар. Бұл жақсы бағамен әлі де Дубайдан алып келуге болады. Ал ендеше Медет, сұхбатымызды аяқтайық. Көрермендеріне бір соңғы айтарың болса. Ал енді көлік алғыларыңыз келсе, қазақ елі, біздің автошолу деген Instagram, TikTok парақшаларымызға кіріп, басты парақшада, биода WhatsApp чаттарымыз тіркеліп тұрады. Сол жаққа кіріп тіркеліп алсаңыздар, күнделікті варианттарды көріп отырасыздар. Біз сіздерге таңертең телеп жүріп, 30-50 вариант, жақсы варианттарды түсіретін боламыз. Күнделікті сіздер видео обзормен аукционда, авторынокта қандай көліктер бар екенін көріп отырасыздар сол WhatsApp чаттан. Если ұнап жатса, номер көрсетіледі, WhatsApp менеджерларымызға шығасыздар. Солар қазақ номермен қанша шығатынын түсіндіріп береді. А дальше уже процесс бізден. Қызмет бізден, алу сіздерден. Аман болыңыздар. Аман болыңыздар.